Армысыздар, эфирде өзекті бағдарламасы, эфир тізгінінде мен Тахмина Тәліпжан. Бүгін осы көтеретін мәселеміз соңғы қоңырау және де оқушылар арасында орын алатын ұлттық бірыңғай тест жайлы толықтырып, қандай жаңашылдықтар енгізілді, қандай өзгертулер енгізілді, сол барлығын толықтырып айтатын боламыз. Ал ендеше эфирден алыстамаңыздар. Құрметті Айдын Орынбекқызы, осындай студиямызға келіп сұхбат беруге келіскеніңіз үшін алғысымызды білдіреміз. Ал енді алғашқы сауалға көшсек, жалпы 2024-2025 оқу жылын Жамбыл облысында қанша оқушы аяқтайды? Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Биылғы оқу жылында, яғни 2024-2025 оқу жылын облыстағы 523 орта білім беру ұйымдарында 250 мыңға жуық оқушы аяқтайды. Санаулы күндерден кейін оқу күндері аяқталады. Оқу ағарту министрлігінің бұйрығына сәйкес оқу сабақтары 23 мамыр күні аяқталады. 9 сыныпты 23 мыңнан аса оқушы бітіргелі отыр, және 11 сыныпты 14.570 оқушы аяқтағалы отыр. Ал енді айтыңызшы, бұл оқу жылының қорытындысы бойынша білім беру саласында қандай жетістіктер орын алды? Биылғы оқу жылында облыс оқушылары өте үлкен жетістіктерге қол жеткізді. Ол туралы ауыз толтырып айта аламыз. Әсіресе оқушылардың ғылыми жоба, республикалық олимпиада, халықаралық білім додаларында қол жеткізген жетістіктері өте көп. Биылғы оқу жылында оқушыларымыз 16 жыл қатарынан республикалық ғылыми жобалар жарысында ең үздік команда атағын тағы да дәлелдеп отыр. Республикалық олимпиаданың қорытындысы бойынша, оның ішінде қоғамдық гуманитарлық бағыттағы пәндер бойынша облыстың командасы биыл бірінші орынды иеленіп, ең үздік команда атағын иеленді. Сонымен қатар түрлі одан да басқа жарыстарда облыс оқушылары өте көптеген жетістіктерге қол жеткізді. Әрине, бұлардың барлығы осы оқушыларға білім берген ұстаздардың арқасында. Облыс ұстаздарының да қол жеткізген жетістіктерін көптеп айтуға болады. 24 жылы облыстық, республикалық, халықаралық білім жарыстарында облыс педагогтары 579 педагог жүлделі орындарды иеленген болса, оның ішінде 25 жылдың бірінші жартыжылдығында 191 педагог осындай дәрежедегі байқауларда орын алды. Оның ішінде республикалық, халықаралық байқаулардағы жетістіктерін өте зор мақтанышпен, қуанышпен біз айта аламыз. Кереметте жетістіктер орын алыпты. Алдағы жылы бұдан да көп жетістіктер орын алсын деп тілейміз. Ал енді айтыңызшы, осы оқу жылының аяқталуына байланысты өңір мектептерінде қандай маңызды шаралар өткізіледі? Оқу жылының аяқталуына байланысты барлық мектептерде 23 мамыр күні білімім отаныма атты республикалық бірыңғай тәрбие сағаттары өтеді. Сонымен қатар осы тәрбие сағаттарында 1 мен 4 сыныптар арасында жүргізілген таза Қазақстан тақырыптарында, 5 пен 9 сыныптардың арасында өткізілген заң және тәртіп тақырыбы бойынша, және 10 мен 11 сыныптарда адал азамат тақырыптары бойынша оқушылардың жазған эсселерінің қорытындысы анықталып, ең үздік эсселер осы тәрбие сағаттарында марапатталатын болады оқушылар. Ал енді келесі сауал мынадай болып отыр. 9 және 11 сынып оқушыларына арналған қорытынды аттестаттау қалай және қай мерзімде ұйымдастырылмақ? 9-10 сыныптардың арасында жыл сайын қорытынды аттестаттау өтеді. Биылғы жылы 9 сынып оқушылар арасындағы қорытынды аттестаттау 29 мамыр мен 10 маусым аралығында жүргізіледі. Ол 4 пәннен өтетін болады. Және 11 сынып түлектері арасында қорытынды аттестаттау 30 мамыр мен 16 маусым аралығында 5 пәннен өтетін болады. Сонымен қатар 5 пен 8 сыныптардың арасында және 10 сыныптардың білім алушылары арасында академиялық жыл аяқталғаннан кейін
қазақ тілінде оқытатын мектептерде қазақ тілінен басқа тілде оқытатын мектептерде қазақ тілі мен әдебиеті пәнінен аралық аттестаттау жүргізіледі. Бұл аралық аттестаттау бізде 26, 27, 28 мамыр күндері өтеді. Және де ол мектеп директорының бұйрығымен анықталып, барлық осы емтихандар оқу ағарту министрлігі ұсынған әдістемелік нұсқауларға сәйкес мектептерде өтетін болады. Ал енді келесі сауал өзекті болып отыр. Қараңызшы, аралық және қорытынды емтихандарды ұйымдастыруда қандай тәртіппен талаптар қатаң ескерілуі тиіс? Сөзімнің жаңа арасында айтып кеттім. Барлық емтихандар мектеп қабырғасында өтуі тиіс. Және де бұл жерде ең басты мәселе осы адалдық принциптерінің сақталуы. Яғни әділ, емтихандар әділ және ашық, адалдық принциптерін сақтай отырып жүргізілуі қажет. Бұл бойынша облыстық білім басқармасы тарапынан мектеп директорлары, пән мұғалімдерінің арасында түсіндіру жұмыстары жүргізіліп, мектеп директорларына табысталды. Сонымен қатар емтихан тапсырмаларының әлеуметтік желілерде таралып кетпеуіне қатты көңіл аудару керек. Қазақ тілі және қазақ тілі мен әдебиеті пәнінен өтетін емтихан тапсырмаларын әзірлеуде мектеп директорлары оқу бағдарламасына және жас ерекшеліктеріне сәйкестігін қарап өздері бекіту қажет. Ал енді алтын белгі және үздік аттестат үміткерлеріне қойылатын талаптар қандай? Алтын белгі үміткерлері бұл оқу ағарту министрлігінің бекіткен ережесіне сәйкес беріледі. Яғни алтын белгі алу үшін түлек негізгі және орта білім деңгейі бойынша барлық пәндерден жылдық және қорытынды бағалары 5 болу керек. Негізгі орта білім бойынша үздік аттестат алу керек. Және де 10 мен 11 сыныптарда барлық 90-дық бағалары, жылдық бағалары және қорытынды бағалары 5 деген баға алған үміткерлер бұл алтын белгіге үміткер бола алады. Биылғы оқу жылында алтын белгі үміткерлерінің саны 714 үміткер болып отыр. Және сонымен қатар 10 мен 11 сыныпта 5 деген баға алған үздік оқушылар, бұлар үздік аттестатқа үміткер болып отыр. Бүгінгі күні жалпы облыс бойынша 990 мектеп бітіруші үздік аттестат алуға үміткер болып отыр. Ал енді осы тұста бір сауал қойғым келіп отыр. Статистикаға сүйенсек, өткен жылы алтын белгі алған оқушылар саны көп пе, әлде ағымдағы жылы көп пе? Енді өткен жылмен салыстырған кезде, өткен жылы 388 түлек алтын белгі аттестатын алған болса, биылғы жылы 714 мектеп бітіруші болып отыр. Бұл бір шетінен биылғы жылы мектеп бітіруші түлектердің де саны өткен жылға қарағанда артық болып отыр. Сонымен қатар, әрине, бұл бітірушілердің білім сапасына байланысты, мектепте оқыған, алған бағаларына байланысты осындай үміткерлердің саны қалыптасып отыр. Ал енді айтып өтіңізші, биылғы жылы ұлттық бірыңғай тест қалай өткізіледі және онда қандай ерекшеліктер пайда болды? Биылғы жылы ұлттық бірыңғай тестілеу әдеттегідей өткізіледі. Оқу жылын 11 сыныптарды 14570 оқушы бітіргелі отыр. Оның ішінде 82,9% ұлттық бірыңғай тестілеу тапсыруға ниет білдірді. Ұлттық бірыңғай тестілеу бізде облыста 2 пунктте өтіп жатыр. Ол ұлттық тестілеу орталығының бұйрығымен анықталған филиалдар Тараз қаласында орналасқан және Шу ауданында орналасқан. 2025 жылғы ұлттық бірыңғай тестілеу электронды форматта компьютерлік тест түрінде бір тестіленуші, бір компьютер, 2 камера қағидаты бойынша өтеді. Жылдағыдай ұлттық бірыңғай тестілеу 4 рет өткізіледі негізі. Бұл қаңтар, наурыз, мамыр, шілде айларында өтеді және тамыз айында. Мамыр, шілде айында өтетін тестілеуге қатысушылар мемлекеттік білім беру грантын алуға, конкурсқа қатыса алады және де бұл жерде 2 рет тапсыруға мүмкіндік беріледі.
үміткерлер өздерінің жаңағы күндерін, мерзімін өздері анықтады, қай жерде тапсыратын, және ол шектеу жоқ, кез келген жаңағы ұлттық бірыңғай тестілеу пунктінде тапсыруларына болады. Биылғы жылға ұлттық бірыңғай тестілеу 16 мамырда басталды және 7 шілдеге дейінгі аралықта өтеді. Енді бұл жерде өзгеріс болып отырғаны, жаңа айтып өткендей, еліміз бойынша 23-24 мамыр күндері оқу жылының аяқталуына байланысты 11 сынып түлектерінің арасында мектебім саған 1000 алғыс атты іс-шаралар өтеді. Оны біз облыста 24 мамыр күні бірыңғай өткізілетін болады облыс мектептерінде. Осыған байланысты ұлттық бірыңғай тестілеу күндері ауысып отыр. 23 мамыр күні өтетін ұлттық бірыңғай тестілеу ол 25 мамырға ауысып отыр, және 24 мамырда өтетін ұлттық бірыңғай тестілеу ол 1 маусымға ауысып отыр. Бұл өзгерістер туралы барлық түлектерге, ата-аналарға түсіндіру жұмыстары жүргізіліп, барлығына хабарланды. Сонымен қатар енді мынау қорытынды аттестаттауға байланысты да оқу ағарту министрлігінің 6 маусым күні Құрбан айт мерекесіне түсуіне байланысты қорытынды аттестаттаудың емтиханның күнін бұйрықпен өзгерткен болатын. Осыған байланысты 16 маусымда өтетін ұлттық бірыңғай тестілеу күні де сол қорытынды аттестаттау күнімен сәйкес келуіне байланысты ол күнгі ұлттық бірыңғай тестілеу де басқа күнге ауыстырылатын болады. Жалпы осындай өзгерістер және ұлттық бірыңғай тестілеудің өтуіне байланысты осыны айтқым келді. Ал енді баршаға белгілі, мектеп түлектері үшін ұлттық бірыңғай тест уақытысында уайымдайды, қобалжиды. Бұл енді эмоция деген негізінде қарапайым деп те айта аламыз. Ол әр адамда болады ғой. Ал енді осы тұста, осы ұлттық бірыңғай тестті өткізу кезінде қауіпсіздік пен тәртіпті қамтамасыз ету үшін қандай бір ұйымдастырушылық шаралар жоспарланған? Ұлттық бірыңғай тестілеудегі ережелері, оған еніп жатқан өзгерістер туралы мектеп бітірушілер мен олардың ата-аналары арасында кеңінен түсіндіру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Тестілеу барысында тыйым салынған заттарды өздерімен бірге алып кіруге болмайды. Ол егер ондай жағдай анықталып жатса, онда ол түлектің жаңағы жұмысы жойылатын болады. Бұл туралы енді жыл сайын айтылып келеді, қазір де айтылып отыр. Қолданбау керек. Тестке қатысушылар арасында бізде психологтармен үнемі тренингтер жүргізіліп отыр. Сонымен қатар тестілеу орындарында оларға барынша қолайлы жағдайлар жасау мақсатында алғашқы көмек көрсету, мысалы әртүрлі жағдайлар болады ғой, күннің суына байланысты, жедел жәрдем көліктері, медицина қызметкерлері, полиция қызметкерлерінің кезекшіліктері ұйымдастырылады, психологтар жұмыс жасайды. Сонымен қатар енді қазір мектеп бітіру кештеріне байланысты, оқу жылының аяқталуына байланысты әртүрлі болып жатыр шаралар, және ұлттық бірыңғай тестілеу өтетін пункттерде полиция қызметкерлері кезекшіліктерін жасап отыр. Керемет. Ал енді осы оқу жылының соңындағы шаралар кезінде қандай тыйымдар мен шектеулер енгізілген? Жалпы қазір көрермендерге, оқушыларға, ата-аналарға, мұғалімдер назарына қандай маңызды ескертулер мен ұсыныстар, өзіңіз айтып өтіңіз, қандай ұсыныстар бересіз? Бұл шараларды ұйымдастыру барысында ата-аналардан, оқушылардан қаражат жинауға болмайды. Тәрбие сағаттарын, басқа да шараларды өткізу барысында әртүрлі аниматорлар, агенттіктер мен жеке студияларды тартуға болмайды. Содан кейін кездесіп жатты әртүрлі, бұның алдында да көлік жалдап, мектеп бітірушілердің қала көшелерінен шығып кетуі, қала сыртына шығып кетуі, шерулер ұйымдастыру. Міне осындай жағдайлардың барлығын біз алдын алу мақсатында мектеп директорларына тапсырып, ол бойынша жұмыстар жүргіздік. Бұған тыйым салынады, және ата-аналарда
балаларының қауіпсіздік мәселелерін ойлап рұқсат бермеу керек бұл бойынша. Сонымен қатар мынау қазіргі таңда тек қана мектептерде ғана емес, бала бақшаларда да, одан бөлек 4-ші сынып оқушылары бастауышпен қоштасуға байланысты шаралар өтіп жатады. Сол кезеңде де жоғарыда айтылған әртүрлі қаражат жинау мәселесіне байланысты шаралар болмау керек, және де ол анықталып жатқан жағдайда мектеп директорларына бұл мәселе олардан сұралатын болады. Сондықтан осы студияны пайдалана отырып, осы мәселелерді тағы да айтып өткім келді. Жалпы ол күндері кезекшіліктер, мобильді топтардың жұмыстары түнгі рейдтер ұйымдастырылатын болады. Құрметті Айдын Орынбекқызы, сізге алғысымызды білдіреміз. Мен ішінде құрметті көрермендерге кереметтей қазір жаңашылдықтар, осы өзекті мәселелерді көтеріп, анық-қанығын жеткізіп отыр. Ал құрметті көрермен, бағдарламада айтылған сіздерге сауалдар, бағдарламада айтылған ұсыныстар, жаңашылдықтар, ерекшеліктер пайдаларыңызға жарайды деген үміттеміз. Ал ендеше біз бағдарламаны тәмамдаймыз. Сіздермен бірге болған мен Тахмина Тәліпжан. Бағдарламаның келесі санында көріскенше қош аман сау болыңыздар.